сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер, менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қаттамадан дайындайтын өзімнің қаттамадан пісіріп жүрген әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, жазған комментарий, пікірлеріңіз өте маңызды. Осылай жұмсақ, әдемі бір жасағаннан құсатын қытырлақ қаттаманы дайындайтын боламыз. Бұны сәресіне де дайындасаңыздар болады, ауызашарға да дайындасаңыздар болады. Әуелі бізге жылы су, тұз керек болады. Тұзды салып, жылы суды құйып, міндетті түрде суларыңыз жылы болсын. Жылы суды салып, тұзды ертіп аламыз. Жақсылап ертіп аламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қолдау білдіре кетіңіздер. Сосын енді аз-аздан ұн саламыз. Разрыхлитель болса, разрыхлитель салыңыздар. Мен ұнға қосып жібердім. Енді орташа қамыр илейміз. Жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қанша грамм кеткенін, қанша килограмм ұн кеткенін мен описание бөліміне жазып кетем, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Міне осылай шығады. Сосын 5 минутқа тындырып қоямыз. Сосын енді зуалаға бәрін зуала қылып аламыз, бөлекке бөліп аламыз. Менде 2 зуала шықты, одан есе 4 кішігірім зуала шықты. 2-ге бөліп аламыз. Мына кішкентайды мен 2-ге бөліп жібердім. Екеуі тең болсын деп. Тең бөліп аласыздар. Сол аралықта маргарин болса маргарин, сары май болса сары май ертіп қойсаңыздар болады. 82% маргарин қолдансаңыздар, сосын маргарин май қолдансаңыздар өте жақсы шығады. Қазір ауызашарға дайындасаңыздар болады. Сәресіне дайындап беріңіздер, күшті прям. Енді сочный болып шығады. Сіздер істеп көрсеңіздер. Осылай бетін жауып пакетпен 5 минутқа тындырып қоямыз, сосын жайып аламыз. Шұқалау қып жайыңыздар, міндетті түрде шұқалау болған дұрыс. Осылай жайып аламыз. Енді үстіне сары майды құямыз. Менде 82%-тық бәр жағына тегіс жағып, осылай артқы жағына да жақсаңыздар, қытырлақ болып әдемі шығады, сортный болып шығады енді. Осылай ораймыз. Бұны 2-ге бөлесіздер, сонда 2 зуала шығады.
Видеода көрсетілгендей істесеңіздер, бәрін грамм-граммдап өлшеп салсаңыздар, бәрі идеальный болып шығады. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сосын пакетке салып, морозилкаға болмаса жарты сағатқа, холодильникке болса 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Міндетті түрде 1 сағат я жарым сағат тұру керек. Менде 4 суала шықты. Енді бұны мен морозилкаға салдым жарты сағатқа. Қалған екінші бағанағы суаламыздың жайып, бағана видеода көрсетілгенде істейсіздер. Осылай болып шығады міне. Менде 4 суала шықты. Пакетке салып, енді холодильникке салып қойыңыздар. Енді бізде арада жарты сағат өтті. Табамызға май құйып, шамалы қыздырып, бәрін жайып аласыздар да. Осылай бірін-кетін бәрін пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады. Осылай екі шетін ұстап айландырып тұрсаңыздар, бәр жағы бірдей тегіс қызарып піседі. Видео ұнаған болса, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осылай екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Қалғандарды дәл солай істеп пісіріп алсаңыздар болады. Каналға тіркелуді және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне, дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, қытырлақ болып шығады. Дәмді, күшті болып шығады. Істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі видеоларымда кездескенше аман, сау болыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.